Бүгін тағы да бір шелекті жығып тастап отырмыз. Енді бұл неғып жығылып жатыр бұл шелек? Бұдан бұрын біз мынау құбыр әңгімесі кітабының арқауы болған құбыр қазушы жігіттер турасындағы бір әңгімені айтайық. 1801 жылы Англияның орта бөлігіндегі бір шағын қыстақта Пубро және Броно деген екі жігіт болған екен. Екеуіне қыстақ ортасындағы көлшікке су тасу сынды бір міндет жүктеліпті. Екеуі қуана қабылдап, бірнеше күн су тасығаннан кейін қасындағы біреусі тұрып, ай қой, бұлай болған кезде біз мына күйімізбен өмір бойы су тасысақ, өліп түсетін жайымыз бар. Біз неге бір құбыр қазып, осы суды қыстаққа өздігінен келетін етпейміз дейді. Қасындағы жігіт айтады ғой, ай қойсаңшы, қай-қайдағыны қиялдамай, кім көрген екен ондай құбырды? Одан да тынышынан суыңды тасы дағы, күнделікті ақшаңды ала бер дейді. Әрине, кейін нәтижесінде құбыр қазған жігіт ақырында озады. Енді оның нақтылы әңгімесін, қызығын осы кітаптың ішінен тыңдаңыздар. Қазақшаға аударып дайындап қойдым. Өздеріңіз оқисыздар, нақтылы түрдегі түсінікті сол кезде сезінесіздер. Енді осы кітаптың ішінде мынандай бір жығылған шелектің әңгімесі бар. Көптеген адамдар менің қызметім бар, менің істеп отырған кәсібім бар, я болмаса бағып отырған малым, ашып отырған асханам бар деген секілді көптеген себептерді айтады. Менің құбыр қазуымның ешқандай қажеті жоқ, осы байлығым жетеді дейді. Иә, жеткені жақсы. Алайда мынандай бір себептер болуы мүмкін. Ауру сырқау, қызметтен қуаланды болу, я болмаса пенсияға шығу, істеп отырған кәсібіміздің аяқ астынан дағдарысқа ұшырауы, мал бағасының арзандап кетуі, бәрі де осы бір шелектің сарқылып кетуін келтіріп шығарады деген сөз. Ал ондай болса, егерде біздің шелегіміз сарқылып кетсе, оның ішінде еш нәрсе қалмаса, онда біз бұдан кейінгі өмірімізге бір кепілдік таба аламыз ба? Ендеше, құбыр сенің өмір күнің кепілі дейді. дейді. Сондықтан да біз дәл осындай қолымызда ақша бар кезінде, жастығымыз бар, яғни күш қуатымыз бар кезінде, уақытымыз бар кезінде екінші бір кәсіптерді жарату арқылы бір құбырларды қалыптастыруымыз керек екен. Мінекей, бұл құбыр әңгімесі кітабының бізге беретін көрнекті идеясы, достар. Ендеше, тіпті көптеген мазмұндарды сіздер әрине осы бір кітаптың қазақша нұсқасын оқыған кездеріңізде шынайы ұғына аласыздар. Кешеде бір әпекеміз өзінің ұзақ уақыттан бері қарай құбыр қалыптастыруға әбден мүмкіндігі бар екендігін, бірақ бар бола тұрса, сондай бір идеяның кемшіл болғандығы себепті сол құбырды қалыптастырмағандығына өкініш айтты. Және ол кісі екеуміз біраз пікірлерде болдық, және өзінің жаңа құбырын қалыптастыруға менше бүгін жұмыс бастап кетті деп ойлаймын. Өйткені ол кісінің үлкен бір қызғындылығы адамды риза етеді. Ендеше сіздердің де осындай құбыр қалыптастыруларыңызға мүмкіндігіңіз бар. Тіпті көптеген мазмұндарды Атой 2025 деген оңқат нөмірін қосып алыңыздар. Және осы текшеге қуанып оқып қойыңыздар. Біз күнделікті түрде экономикалық сауаттарменен ортақтасамыз.